Қасқыр мен Жетілақ, қазақ ертегісі. Баяғыда орманда бір ешкі өмір сүріпті. Оның ойнақы жеті лағы бар екен. Бір күн сайын ойнап, шат күлкіге толы өмір сүріп жатады. Бір күні ана ешкі орманға бармақшы болып өзінің лақтарына былай дейді: Balalarım, men ormaga barip kelenim. Esikti aşbandar. Сөйтіп ана ешкі орманға қарай кетіп қалады. Орман ішінде аш қасқыр ана лақтың кетіп бара жатырғанын көріп, басқа лақтарды жеудің амалын ойлайды. Сөйтіп ол лақтардың үйіне барады. Балаларым ажбуйдар есікті. Анадарғын келді. Лақтар: жоқ, біздің анамыз емессің. Біздің анамыздың даусы нәзік деп есікті ашпай қояды. Қасқыр даусын өзгертпекші болып жолдан бал тауып алып даусын өзгертеді. Қасқыр балды жеп даусын өзгертіп қайтадан лақтарға есікті ашуын өтінеді. Жоқ, сен біздің анамыз емессің. Біздің анамыздың аяғы ақ болатын деп лақтар есікті ашпай қояды. Қасқыр жолдан ұн тауып алып аяғын ұнға бояйды. Қайтадан лақтарға келеді. Esikti aşindar anaların keldi. Лақтар ақ аяқты көрген кезде қуанып кетіп, есікті ашып қалады. Қасқыр лап етіп үйге кіреді де, барлық лақтарды жеп қояды. Тек бір лақ қана тығылып үлгереді. Кешкісін ана лақ үйіне келіп, көзіне жас алып былай дейді: Balalarım kaydasınдар. Сол сәтте тығылып қалған бір лақ анасының жанына келіп, мән-жайдың барлығын баяндайды. Ана лақ дереу орманнан қасқырдың ұйықтап жатқанын көріп, оның ішін тіле бастайды. Ішінен кішкентай лақтар шыға бастайды. Енді ешкі қасқырдың қарына тастарды толтырмақшы болады. Қасқыр өзенге барып су ішпекші болып жатырғанда шалп етіп суға құлап түседі. Сөйтіп ешкі мен Жетілақ бақытты өмір сүріпті. Олар енді ешкімнің сөзіне алданбайтын болыпты. Балалар, есте сақтаңдар, ақылды болу ең үлкен батылдық. Міне балалар, ертегі осылай аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа.